Ұлы ағартушы Ыбырай Алтынсариннің педагогикалық жұмыстағы шешуші нәрсе ең жақсы оқыту әдістерін таба білу. Оқыту процесінде қалай болса оқытпай ғылыми білім беру жүйесі сақталу керек деген тұжырымдамалары дәл қазіргі кезеңде де өзекті. Армысыздар. Мен Нұрқасым Ғалия Мұхамеджанқызы, Жетісу облысы, Талдықорған қаласы, Барлыбек Сырттанұлы атындағы номер 25 орта мектептің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімімін. Оқу бағдарламасындағы оқу мақсаттарына жету үшін бірнеше өзекті мәселелерге назар аударамын. Сыни ойлау, 4К моделі, soft skills дағдыларын дамыту, ұлттық құндылыққа негізделген білім беру, soft skills түрлері, әлеуметтік, көшбасшылық, зияткерлік, ерікті құзыреттерді өз жұмысымда үнемі басшылыққа алып отырамын. Оқушылардың мектепте алған білімін өмірде тиімді қолдануға үйрету үшін функционалдық сауаттылықты қалыптастыру керек. Оқу сауаттылығы мақсатқа жету, білім алушының білім мен мүмкіндіктерін кеңейту, ақпараттарды сыни тұрғыдан бағалай білу қабілеті. Мұғалімнің кәсіби деңгейі жоғары болу үшін білім мен білікті қатар алып жүру маңызды. Көрнекті ойшыл, ғалым Әл-Фарабидің мұғалімнің қандай екенін білгің келсе, шәкіртіне қара деген сөзін үнемі жадымда ұстаймын. Оқушының интеллектуалдық дағдысын қалыптастыра алатын теориялық білімі терең маман болуды педагогика жолымдағы менің басты парызым деп білемін. Оқушының пәнге деген қызығушылығын ояту мақсатында зерттеу жұмысына баулып, жаңа әдістер мен технологияларды қолданамын. Оқу процесінде технологияларды тиімді қолдану бұл жоспарланған түпкі нәтижеге жетудің кепілдік берерлік іс-әрекеттер жиынтығы. Түрлі технологияларды тиімді қолдану арқылы оқу бағдарламасында берілген нақты оқу мақсаттарына жетемін. Проблемалы оқыту технологиясы, жобалап оқыту технологиясы, шығармашылық жұмыстар технологиясы, төңкерілген сынып технологиясы, сыни ойлау технологиясы, кейс технологиясы, жасанды интеллект. Сонымен қатар, қазақ әдебиетін тиімді оқыту мақсатында дара ұстаз Қанипа Бітібаеваның әдістемесін басшылыққа аламын. Блум таксономиясы жіктеу схемасы ғана емес, бұл иерархия сияқты әртүрлі ойлау процестерін ұйымдастыру әрекеті. Қанипа Бітібаева әдістемелік оқулықтарында білу түсіну қолдану өнімсіз деңгей деп көрсетсе, анализ синтез бағалау өнімді деңгей, шығармашылық деңгей деп көрсеткен. Оқушыларым комик жазу, подкаст жасау, фанфик жазу сияқты шығармашылық деңгейді өте жақсы меңгерген. Тиімді жоба деп атың шықпаса, подкаст жаса жобасы. Шағын топтар жыл бойы бірнеше тақырыптарды талқылап подкаст жасады. Эссе түрлері және академиялық сауаттылық авторлық бағдарламам бойынша жұмыстар жүйелі жүргізілді. Шәкірттерім эссе түрлерін жақсы біледі және түрлі байқауларда жүлделі орын алып жүр. Үздік тәжірибенің тиімділігі деп келесі нәтижелерді көрсете аламын. Республикалық ғылыми-практикалық білім мазмұнын сараптау орталығында үлгілік оқу бағдарламаларына сараптама жүргіздім. 2023 жылы Алтынсарин академиясы сараптамалық кеңес шешімі бойынша жыр алыбы жамбыл авторлық бағдарламам республикалық деңгейде таратылуға ұсынылды. 2024 жылы республикалық Ілияс Жансүгіров оқуларынан ақын өлеңдерін көркемдеуіш құралдарға сауатты талдап, шәкіртім бірінші орын иеленіп топ жарды. Конфуцийдің сіз үнемі біліміңіз жетіспейтіндей және біліміңізді жоғалтудан үнемі қорқатын сияқты оқыңыз деген сөзді ешқашан жадымнан шығарған емеспін.